Hi guys, сәлем достар. Олай болса 12 шақтқа байланысты тест құрастырып қойдық. Сол тесттерді талқылап өтейік, оңай жолдарымен түсіндіретін боламын, Алла қаласа. Бірінші бізге не керек? Кілт сөзді тауып алу керек та. Значит, I football every day кілт сөзіне every day, значит, бұл не бізде present simple деген сөз. Окей, present simple да біз ешқандай жалғамаймыз, просто как она есть қоя саламыз. Сонда I play football every day болады. Мен күніге футбол ойнаймын. Келесі she right now дейді. Right now деген кілт сөз, дәл қазір деген сөз. Бұл не болады? Present continuous деген сөз. Окей, present continuous бізде verb ing керек. Verb to be ing керек. She болса, she мен не қолданамыз біз? Is, обязательно is керек. Сосын it's-тіке in қосамыз. Значит, she is dancing right now. Ол қазір билеп жатыр деген сөз. Келесі бізде Ali, the house, look, it is clean дейді. Яғни результат бар, міне көзімізбен көреміз, бірақ уақыттың несі жоқ. Уақыт маңызды емес, результат маңызды. Ол кезде не болады бізде? Present perfect болады. Present perfect. Present perfect формуласы have, has, verb 3. Ali болған үшін has қоямыз и clean it. Ali has cleaned the house, look, it's clean дейді. Ali үйді тазалап қойды, қарашы, тап-таза дейді барлығы, Сондықтан А варианты болады. Osman tennis for 3 hours, he is tired дейді. Яғни бұл жерде результат бар present perfect деді. Present perfect continuous шақ бұл. Окей. Неге? Бұл жерде көзімізден көріп тұрамыз, адамға бір нәрсе болады, шаршау, жалығу, жабығу болады, и ұзақ уақыт бойы жасаса, значит, ол бізде present perfect continuous деген сөз. Present perfect continuous формуласы have, has been, verb ing. Значит, Osman has been playing tennis for 3 hours, he is tired дейді. Осман 3 сағат бойы теннис ойнады, ол шаршап тұр, сол үшін present perfect continuous қолданамыз. Олай болса, видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер, құрметті менің достарым. Екінші видеоны жалғастырып түсіретін боламын. Олай болса, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Және де біз сіз үшін 2 айлық курс дайындап қойдық. Кез келген деңгейге 2 ай бойы менімен дайындаласыз. Бағасы небәрі 20 000 теңге кері байланыспен. Яғни ОБТ курсына жазылсаңыз болады, магистратура курсына жазылсаңыз болады, немесе 0-ден бастап үйренсеңіз болады, немесе 0-ден бастап білетін болсаңыз pre-intermediate курсына, немесе intermediate курсына жазылсаңыз болады. Бағасы небәрі 2 айға 20 000 теңге, өте керемет ұсыныс деп ойлаймын.